Стамбулда өзбек әйелінің бассыз денесі табылды. Түркияның Стамбул қаласында полиция қоқыс жәшігінің ішінен әйел адамның мәйітін тапты. Марқұм Өзбекстан азаматы болып шықты. Бұл туралы Politico.kz сайты хабарлайды. Сабақ басылымының мәліметінше, қайғылы оқиға қаланың Шишли ауданында тіркелген. Қағаз жинаумен айналысатын азамат қоқыс жәшігінің ішінен ақ жаймаға оралған денені байқап, бірден полицияға хабар берген. Оқиға орнына жеткен тәртіп сақшылары жедел тексеру жүргізіп, марқұмның жеке басын саусақ іздері арқылы анықтаған. Ол 37 жастағы Өзбекстан азаматшасы Турдона Хакимова екені белгілі болды. Қазіргі таңда аумақ қоршауға алынып, кешенді тергеу амалдары басталды. Құқық қорғау органдары қылмыстың себептері мен мән-жайын анықтауға кіріскен. Әзірге күдіктілер және әйелдің өліміне қатысты өзге де деректер ресми түрде жарияланған жоқ. Қадірлі көрермендер, бұл жаңалықты оқу өте ауыр екен. Қай елде, қай қалада болса да, адамның осындай жағдайда қаза табуы жанды түршіктіреді. Әсіресе бөтен елде жүрген әйел адамның мәйіті қоқыс жәшігінен табылды деген ақпарат кез келген адамды ойландырмай қоймайды. Бұл жерде ұлтқа, азаматтыққа қарамай, ең алдымен адам тағдыры тұр. Турдона Хакимова да біреудің қызы, біреудің туысы, мүмкін анасы болған шығар. Оның артында не болғанын, қандай жағдайға тап болғанын қазір ешкім дөп басып айта алмайды. Сондықтан бұл істі эмоциямен емес, салқын қандылықпен, әділ тергеу арқылы анықтау өте маңызды деп ойлаймын. Бұндай оқиғалар шетелде жұмыс істеп, нәпақа табамын деп жүрген қаншама адамның қауіпсіздігіне назар аударту керек екенін көрсетеді. Әсіресе жалғыз жүрген әйелдер үшін бұл үлкен алаңдаушылық тудырады. Тергеу шындығын ашып, кінәлілер табылса, әділ жаза қолданылғанын жұрт күтеді деп ойлаймын. Ал қарапайым халық үшін бұл біреудің қасіреті, бір отбасының қайғысы. Сондықтан артық болжаммен өсекке емес, марқұмға құрметпен қарап, оның жақындарына сабыр тілеу ең дұрыс ұстаным деп есептеймін.